Михаил Николаевич Тухачевский 1893 жылы 16 ақпанда дүниеге келді. Әскери училищесін бітірді және бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, оның барысында ол тұтқыннан қашып үлгерді. Ұлы Қазан төңкерісінің орын алғаннан кейін Михаил Николаевич кеңестердің жағына өтіп, РСДРП құрамына кірді. Ол бірнеше майданнан әскерді басқарды. 1920-1921 жылдары ол Батыс майданның қолбасшысы болып тағайындалды. Поляктарға қарсы шайқасқа қатысқан және бүкіл Кронштадтқа шабуыл жасады. Сонымен қатар Тамбов көтерілісін жоюға қатысты. Тухачевский азаматтық соғысының кезінде әскери қолбасшы ретінде өзінің талантын көрсетті. Ол көптеген шайқастарға қатысып, большевиктерге қарсы көтерілістерді басуды басқарды. Шетелдік араласумен күресті. Азаматтық соғыстағы жетістіктерінің арқасында ол аяқталғаннан кейін мансаптық сатыға көтерілді, жоғарғы лауазымдағы қол жеткізді. Өзінің шынында болуының арқасында ол армияны модернизациялау мен қайта қаруландырудың басталуына, армияның дамуына және әскерлердің жаңа руларының пайда болуына, жоғарғы командалық құрамының кадрларын даярлауды күштеуге қол жеткізді. 1935 жылдан бастап Тухачевский шенге көтеріліп, Кеңес одағының маршалы болды. 1936 жылдан бастап маршал Тухачевский мемлекеттік қорғаныс халық комиссарының бірінші орынбасары қызметін атқарды. 1937 жылы 22 мамырда маршал қамауға алынып, РСФСР қылмыстық кодексінің 58-ші бірінші бабының 58-ші бабының 58-ші бабының 58-ші және 59-ші баптарын көзделген қылмыстар үшін кінәлі деп танылды және ең жоғарғы жазасына сотталды. Михаил Тухачевскийдің барлық дерлік отбасы мүшелері қамауға алынып сотталды. Бұның бәрі ағасы атақты маршал Тухачевский Михаил Николаевичтің тұтқындалудан және атудан басталды. Маршалдың әйелі Тухачевская Нина Евгеньевна жер аударғаннан кейін Астрахань қаласында 1941 жылы 16 қазанда атылды. Оның әкесі Гриневич Евгений Климентьевич 1931 жылы Батыс Сібірге 3 жылға жер аударылды. Қызы Светлана төменгі Сет балалар үйіне жіберілді. Тухачевскаяның анасы Мавра Петровна Астраханда 5 жылға жіберіліп, 1941 жылдың күзінде Қазақстанға оралып, 1941 жылы желтоқсанда жолда қиындық туғызбай қайтыс болды. Тухачевскийдің ағасы Николай Николаевич 1937 жылы 25 желтоқсанда атылды. Оның әйелі Тухачевская Мария Викентьевна 8 жыл лагерьде және 1948 жылы Қиыр солтүстік аймағында 5 жылға жер аударылды. Тухачевскийдің ағасы Александр Николаевич 1937 жылы желтоқсанда атылды. Оның әйелі Тухачевская Зинаида Федоровна 1937 жылы 8 жыл еңбекпен түзету лагерінде және 1948 жылы Қиыр солтүстік аймақтарында 5 жылға жер аударылды. Сондай-ақ Арватовтың әкесі Тухачевская Елизавета Николаевна және оның күйеуі Арватов Юрий Игнатьевич қуғын сүргінге ұшырады. 1956 жылдан бастап Михаил Тухачевскийдің және отбасы мүшелері ақталды.